Есеңгіріп қалдым. Басқа шығарма оқи алмай. Сосын Виктор Гюгоның «Отверженныйын» оқып кеткен кезде. Адамның болмысы жалпы қатыгездікке бейім бе, жоқ мейірімділікке бейім бе деген сұраққа жауап іздеген секілді. Енді бір ер азаматқа бір жылағанын көрсету ұят қой. Білмеймін, бір шетінен еркіндікте деп айтам, бірақ дегенмен бір іске келгенде қорқынышты нәрсе еркек адамға. Бірақ мен неге Парижге өте көп адам барады да, бірақ әдеби карта бойынша жүрмейді? Себебі көркем шығармасын білмейді. Ұялып қалдым, мен безеріп барған болып Парижге. Азамат. Мыналарды көрмесең, Париж көңілі айтпай қойылам. Отверженный бір нәрсе деп, өй, сен отверженныйды оқыдың ба деп, ойбай аға, ол отверженный деген мынандай ғой деп, екеуміз жарты сағат әңгімелестік. Мен айтам, бұл бөлек дәреже екен-ау деймін да, отырып. Отверженныйды оқымағандармен сіздермен не қайтып әңгімелесеміз дегенде сөйтіп күлеміз ғой.